Аяғыңыздағы варикоз бұл тамырлардың қабырғаларының әлсіреуі мен олардың кеңеюінен пайда болатын ауру. Ол қан айналымының бұзылуына байланысты дамиды. Міне негізгі себептерін және оның емдеу бөлімін осы видеода толығымен айтатын боламын. Сіз арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Варикоздың пайда болу себептері бірнеше бөлімнен тұрады. Біріншісі ол тұқымқуалаушылық. Яғни егер отбасыңызда бұл ауру болған адам болса, онда тәуекел жоғары. Екінші, белсенділіктің, яғни физикалық белсенділіктің аздығы. Ұзақ уақыт бойы отыру немесе тұру қан айналымын нашарлатады. Үшінші, артық салмақ, яғни аяқтарға түсетін жүктеме артады. Төртінші, гормоналдық өзгеріс, яғни сіз жүкті болсаңыз, немесе менопауза болса, немесе гормональды препараттарды қабылдаған жағдайда. Бесінші, жоғары өкшелі аяқ киім кию, яғни аяқ бұлшық еттерінің жұмысына кедергі жасайды. Алтыншы, жарақаттар мен қан тамырларының әлсіздігі. Жалпы варикоздан құтылу, яғни үй жағдайында оның алдын алу жұмыстары және оны жеңілдету бойынша айтатын болсақ, бірінші ол әрине белсенділікті арттыру, яғни күніне кем дегенде жай 30 минут болсын жаяу жүріп қайту керек. Яғни арнайы жаттығулар істесеңіз болады, немесе аяқты жоғары көтеріп айналмалы қозғалыстар жасасаңыз болады, және де йога немесе жүзу сияқты жеңіл физикалық жаттығулармен айналысыңыз. Екінші, аяққа салмақ түсірмеу, яғни ұзақ уақыт тұрып жұмыс істесеңіз, әр 30 минут сайын болсын аяғыңызды жоғары көтеріңіз, немесе қатты және жоғары өкшелі аяқ киім киіңіз. Қан айналымын жақсарту мақсатында контрастты душ қабылдаңыз, яғни ыстық және суық суды алма-кезек құю арқылы тамырлардың тонусын жақсарта алады екенбіз, және де жеңіл түрде массаж жасасаңыз болады. Сонымен қатар арнайы компрессиялық шұлықтар бар, яғни оны дәріханаларда сатылатын арнайы шұлықты алып, немесе колготки түрінде болады, ол қан айналымын жақсартады. Яғни яблочный уксус алма сірке суын алып, сумен араластырып, аяққа компресс жасасаңыз болады. Немесе сарымсақ пен балдың қоспасы қабынуды азайтады. Және алоэ мен бал қосылған компресс жасасаңыз болады. Ал егер варикозыңыз күшейген жағдайда, онда кәсіби емдеуге, яғни медициналық көмекке жүгінгеніңіз жөн. Яғни дәрігер флебологқа барасыз, ол жерде жалпы заманауи емдерді қолдану мүмкін, соның ішінде лазерлік емдеу, яғни лазерлік сәулемен күйдіру арқылы тамырларды қалпына келтіру мүмкін, немесе хирургиялық жолмен, немесе склеротерапиямен емдейді. Лайк басуды ұмытпаңыз.